Кайраlı кеш, кымбатты команда. Биздин кезек сабагыбыз осы фармасия компаниясынын кезек сабагын өткүзөмүн. Фармасия ол биздин Турциялык халал сертификаты бар, GMP сертификаты бар, сондай бренд. Неге фармасия таңдадым? Себеби фармасиядин продукциялары өзүн өзү сатып атыр қазіргі таңда. Өзүн өзү сатып атыр, себеби сапасы күчтүү. Не деген, например, отзывтар бар, иә. Сол отзывтарды бүгін жап-жаңа отзыв тыңдадым. Осы запись қойып атырмын. Осы фармасия ненің жөтелге деп неғылған, жөтелге деп жаққан екен, жап-жаңа біреуден отзыв келді. Біздің шили кремді тамағына жөтелге деп жағып жүргенде, ана эндокринологта учетте тұрған ғой. Не болып, зоб болып, кистасы кетіп қалған. Себебі біздерде енді бәрі күледі, қандай результаттар болып жатыр дейді, қашан әсер етеді дейді. Мен айтам ғой, сразу бір күнде деймін ғой, уже адам жеңілдікті сезінеді. Енді запись қойып қойдым. Қазір запистен қарар үлгермей алғандарыңыз. Сондай керемет осындай продукциялар бар. Негізінде историясы өзі доктор Туна деген кісі 1923 жылы туылған. Ол кісі қазір өмірде жоқ. Хакан Туна деген баласы жалғастыруда. Осындай табиғи, таза, осы каштангел, олардың өздерінің легендарный каштангел, осы кезге дейін айтып атырық. Каштангел, және де чили паприка деген екі массажный гель. Бәрі ол неге массажный деп ойлайды, бірақ на самом деле ол лечебный ар жағында несі бар, жаңағы емдік қасиеттері бар. Сондай керемет не гель. Енді 75 жыл Европа несінде фарма аптекаларында сатылған, яғни фармацевтический характер бар. Даже мына гель для душа, шампунь, біздерде дейтін 3-4 сала ғой. Нутрициология бар, ол жерде коллаген бар, коллаген, L-карнитин бар, және де тағы да D3 кадыва емден шығып жатыр БАДы. Екінші саласы макияж, яғни декоративка, жуынатын заттар, солардың барлығы қандай бір заттарын қолдансаңдар да, ол жерде ары қарай емдік қасиетпен жалғасып кетеді. Например, мен осы гель для душа мен суға түсіп жатырмын, өткенде подаркке келген. Подаркке келген гель для душа мен постоянно судан кейін обязательно ана жерде кокос